Алло? Да-да, здравствуйте. Да-да-да, продаем двухкомнатную. Ага. Да-да-да. Вы откуда приехали? С России? А не, извините, мы россияне, не продаем мы. Да потому что. А зачем вы приезжаете сюда? Да потому что вы же предали же вот Россию. Предатели же вы. А мы предателей не принимаем вообще. А я не хочу вообще продавать россиянам вообще. Я лучше своим продам, казахстанцам. Ну да. А вдруг, если Россия вот начнет войну там против Казахстана, вы за кого будете? За Россию будете или за Казахстан будете? Ну вот, видите, ну. Так что уезжайте обратно в Россию там. Вам нечего здесь делать вам. До свидания. Қысқасы, мына ресейліктерді көріп жатқан шығарсыздар, қазақ елі. Қазақстанға келіп, Қазақстандағы пәтерлерді сатып алып жатыр. Арендаға алып жатыр дегенде, в общем, жаңағыдай квартираны. Сіздер жол бермеңіздер вообще. Бүкіл қазақ болып жол бермеу керек оны. Неге ол россиялықтар Қазақстанға кіріп келіп жатыр? Ертең Ресей Қазақстанға соғыс ашатын болса, Алла сақтасын. Олардың бәрі ішімізде тұрып, өзімізді қырады олар. Ішімізде тұрып, өзімізді қырады қазақты. Неге? Өйткені олар ресейліктер олар. Бұл осы жерді жаулап алу керек, олардың мақсаты сол. Путиннің саясаты солайна. Так что оны бүкіл қазақ болып, жабылып, тоқтату керек. Жаңадан WhatsApp'та бір видеолар келіп жатыр. Шекараға бардыңдар, 3000-нан тасып жатыр екен деп. Қазақтысыңдар ғой сендер деп. Керісінше сол жерде сендер айтпайсыңдар ма? Ол ақша істеп, ақшаға бола сондай жаңағыдай не алып, жаңағыдай елді бөтен жаңағыдай не орыстарға толтырған шаны, ресейліктерге. Не керегі бар олардың? Көреміз ертең бүкіл нәрсе мысалы үшін, солар үшін Қазақстанда қымбаттап кететін болса, сендер де мына біз де мысалы үшін дымсыз қаламыз.